ауылға алып бардым мен. Барсам шешем көрінбейді, қарсы алған кісілердің ішінде. Сөйтсем шешем кішкене науқастанып қалды. Сол менен бұрын үйге кіріп, шешем Албанның қызы болатын. Ой, әкпе, қалыңыз қалай деп білмейтін, танымайтын кісі деп. Соны барып қолын ұстап, ой, етіңіз қызып тұр ғой деп сөйтіп жатыр. Соны мен бардым, шешем басын көтерді. Соны отырдық, әңгімелестік, шай іштік, содан кейін бір уақыттан кейін қайтам деді. Ой, рахмет, сіз қоныңызды бөгісін сөйтіп жатыр. Шешем айтады, мен өзім қайтпаймын, мына әкпемді алып қайтам дейді. Неге? Медпункт сол Еңгіліс колхозында екен, медпункт. Сол жерде дәрігерге көрсетім, мына кісінің температурасы жоғары, мен алып кетем дейді. Сөйтсе шешем айтады, ол үйреншікті ауруым ғой, мен мына дәрім баламды әкелдің, жазылып кетем.